Тадж Махал туралы айтылған кезде Тадж Махалды құрастырған архитекторларды аяусыз өлтірген Шах-Жахан туралы айтқан болатын. Естеріңізде болса, сол Шах-Жахан тек қана архитекторларды өлтіріп қана қоймай, ол өзінің туысқандарын көбін өлтірген екен. Яғни таққа мұрагерлік үшін күрес болмасын, немесе өзін тақтан тайдырып жүрмесін деген бағытта, ол деген өзінің туғандарын, ағайындарын аяусыз өлтірген екен. Тадж Махалда да және осы Агра форттың ішінде де байқасаңыздар, моңғолдардың салғаны дейді. Бірақ барлық жерде жазулар арабша. Яғни сол кезде басқарған моңғол басшылары болсын, барлығы мұсылман болған екен. Шах-Жаханның өзі де мұсылман болған екен. Ол осында қамалса да, өмірінің соңғы уақыттарында көбіне ол құлшылықпен, Құран оқумен, сондаймен өткізген екен.